Сәлем баршаңызға. Біз бүгін осындай етті бәліш дайындайтын боламыз. Қолда бар заттармен оңай жасалатын бәліш. Бізге ұн керек, тұз, сода, сұйық май. Осының барлығын сумен елейміз. Ең бастысы бұл ингредиенттер барлығымыздың үйіңізде бар. Осылай елеп аламыз. Сосын бетін пищевой пленкамен жауып қоясыздар. Кішкене иі қану керек. Бізге жаңа сиыр етінен фарш, пияз керек. Пияз көп қосқан жақсы көремін, дәмді болады. Содан кейін бір үлкендеу картопты алып турап қосамыз. Содан кейін 3 сарымсақ қосамыз. 3 бас сарымсақ қосқандарыңызда өте дәмді болып шығады, ерекше болып дәмі. Содан кейін тұз бен қарабұшты қосып, жақсылап тұрып араластырып аламыз. Қамырымызды бір жақсылап басып, иігін қандырып басып аламыз. Содан кейін екі бөлікке бөліп аламыз. Бір бөлігін кішкене кішіректеу қыласыздар. Ол жаңа бәліштің үстіңгі бөлігі болады. Қамырымыз өте жұмсақ, жақсы болып шығады осылай. Жабыспайды қолға. Стөлге жабыспайтын қамыр. Бұған есіп атқанда ұн қосудың да қажеті жоқ. Осылай бір бөлігін, үлкен бөлігін есіп аламыз өйстіп. Жаңағы үлкен бөлігімізді противенға қойып алдым. Содан кейін қоспасын қостым. Фаршымызды өйстіп жайып шығамыз шерттеріне, қатты жеткізбей. Содан кейін кішкентай бөлігін есіп, бәліштің бетін жабамыз. Шерттерін осылай өріп шығамыз, сосын жабыстырып. Бір жұмыртқаның сарысын бетіне жағып шығамыз, жақсылап. Қызып тұрған пешке 40-45 минутте пісіреміз. Міне бәлішіміз осылай болып шықты. Менің каналыма жазылып, подписка жасауды ұмытпаңыздар. Күнделікті оңай жаңа рецептілермен бөлісетін боламын.